Kaçta nangara nangildi? İşte Hama деген жерде тұрамыз. Жапонның порт қой, Жапонның. Біз өзіміздің жасыл әлемімізді қорғаймыз, сақтаймыз деген сөз ғой. Solmaytın. Kaçta nangara nangildi? İşte koygan var. Mene çok gülgörnek. Kiriyemiz kaldı zaten. Қалайсыздар? Осылай аяқ астынан отбасымызбен бірге Сакураны көруге келдік. Сакура Гуччо деген станция бар. Соған келдік. Ауа райы да жақсы болып тұр екен. Адамдар көп екен. Сіздермен алдағы уақытта сол жалпы Сакура қалай болады, жапондықтардың салты қалай болады, сол туралы бәрін айтып өтетін боламын. Үлкен круиз кемесі тұр екен. Азамара. Біз Йокохама деген жерде тұрамыз. Жапонның порт қой, Жапонның теңіз бойында. Сол біз қазір соның жағалауында жүрміз да көп. Ана кемелер, анау мысалы лайнер. Біз мына жақтарда міне андай жекелік сондай кемелер бар, қыдыртып бір айналдырып алып келеді деген сияқты. Осындай. Ана жерден бір энергетиктің несін алған болатынбыз. Жарнаманың тегін таратып тұрды. Сосын ана жерде біз не гүл беріп жатыр ма, не деп ойладық та, барса, мысалы біздің сондай қоқысықтар болады ғой, пластик болсын өңдеуге берілетін, екінші рет өңдеуге болатын, соны тапсырсам, орнына гүл беріп жатыр да. Мысалы біз өзіміз мынандай гүл алдық, не өзің таңдап аласың. Осындай ақ түймелі ақ гүлін алдық та. Бұндағы мақсат, мысалы, сонымен қатар, мысалы, мына жерде міне адамдар тамақ ішіп отыр. Ана жақта неше түрлі тамақтар сатып жатыр.
соның бәрінен қоқсықтар шығады, ол қағаз, жанатын, пластик, шөлмек деген сияқты. Соның бәрін ана жерге өткізсең, саған гүл береді. Бұндағы мақсаты, мысалы, біз солай қоқсықтарды тастамай, керісінше өңдеуге берген жағдайда, біз өзіміздің жасыл әлемімізді қорғаймыз, сақтаймыз деген сөз ғой. Сондай күшті сөзбен емес, құр сөзбен айтылып емес та, сондай іспен көрсетіп қойып, нәтижесін көрсетіп, сондай күшті жарнама жасап қойыпты. Соған таң қалып жатырмыз. Донер алдық, ана жерде түріктің несін сатып тұр екен. Донерін.